Кеше Ақжол демократиялық партиясы ұлттық кеңесінің пленумы өтіп, онда Қызылордада өткен 5-ші құрылтайдың қорытындылары мен президент Тоқаевтың конституциялық реформа бойынша бастамаларын талқыладық. Осыған байланысты партия төрағасы ретінде маған конституциялық комиссия мүшелеріне Ақжол демократиялық партиясы мемлекет басшысы ұсынған конституцияның тұжырымдамалық өзгерістерін қолдайтынын жеткізу тапсырылды. Нақты мәселелерге келсек, ұлттық бизнес пен өндірушілердің өкілі ретінде Ақжол демпартиясы азаматтар мен кәсіпкерлердің заңды мүдделерін қорғаудың, конституциялық кепілдіктерін күшейту қажеттілігіне ерекше назар аударуды ұсынады. Мысалы, банк операциялары мен салымдары құпиялылығынан бұзылуы жағдайлары алаңдаушылық туғызады. Біздің ойымызша, азаматтар мен бизнестің қаржылық жағдайына қатысты дербес деректердің жеткілікті деңгейде қорғалмай отырғаны байқалады. Қазіргідей жаппай цифрландыру мен деректердің таралып кету қауіп жоғары кезеңде бұған жол бермеген жөн. Аталған мәселелер кәсіпкерлік кепілдіктері мен бостандықтарына қатысты конституциялық құқық нормаларын кешенді түрде қарастыру қажеттігін айғақтайды. Мемлекет басшысының өткен жылдың 8 қыркүйегіндегі жолдауында бас прокуратураға бизнес қолдауды күшейту және инвестицияларды қорғау жөніндегі арнайы комитет құру туралы тапсырмасы да кездейсоқ емес. Осыған байланысты Ақжол демпартиясы азаматтар мен бизнестің жеке меншік құқығын қорғауға бағытталған конституциялық кепілдіктерді нығайтудың маңызды элементі ретінде банк құпиясын, жеке және іскерлік келіссөздер мен кез келген байланыс құралдары, оның ішінде цифрлық технологиялар арқылы берілетін хат алмасулар құпиясын конституциялық қорғауды күшейтуді ұсынады.